Жәндіктер жердегі ең жетістік жануарлар. Олардың 1 миллионнан артық түрлері бар. Бірақ ғалымдар алда әлі олардың тағы 1 миллион анықталады деген пікір айтуда. Жәндіктер әрқилы өмір сүреді. Олар көпшілік өсімдіктерге тозаңдандырғыш қызметін атқарса, керісінше көптеген жануарлар жәндіктермен қоректенеді. Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Азат және Біліп Жүр арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздерге таңғажайып жәндіктер туралы айтатын боламыз. Видео басталмай тұрып, лайк басып, арнаға тіркеліп және жанына шыққан қоңыраушаны басып, кез келген сұрақтарыңызды комментарийға қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ал ендеше видеомызға кеттік. Достар, бізді 97% адам 5 подписка көреді, яғни біздің арнамызға тіркелмеген. Сіздер дәл қазір лайк басып, осы видеоға және де басқа видеоларды көріп, арнаға тіркелулеріңізді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бұл жай ғана батырма, ал мен үшін ол үлкен шабыт. Жәндіктер адамға кері әсер етеді де және жақсы да әсер етеді. Ал дәл қазір біз қауіпсіздерін де және қауіптілерін де талқылайтын боламыз. Термиттердің адамға тікелей зияны жоқ, олар қоршаған ортада маңызды рөл атқарады. Термиттерді бірақ азық-түлік өнімдеріне қосатындар бар екен. Биттер қантсыз паразиттер, олар адамның терісімен, қанымен, адам ағзасындағы өзге де сұйықтықтармен қоректенеді. Биттерді көбіне адамдардың өздері жұқтырады. Табиғатта биттердің 15 түрі кездеседі. Биттер адамға айтарлықтай зиян келтірмейді. Олар ауру таратуы мүмкін. Чотан басында бит жоқ па, бәрі нормально ма? Мұртыңызда бит жоқ па, тісін сотамаған? Аралар адамға пайдалы жәндіктердің бірі. Өздеріңіз білесіздер, аралар бал шығарады, ал ол балмен біз денсаулығымызды емдейміз. Ыстық сүтке қосып ішіп тамағымызды жазамыз. Және де тағы да басқа емді құралдарды жасауға болады. Көптеген аңыздар мен мифтерге арқау болған осынау әсем әрі құпия жәндіктің махаббаттың, бақыттың, адалдықтың символы саналады. Батыста үйлену тойларында көгершіндердің орнына көбелектерді ұшырып, жас жұбайларға бақыт пен пәк махаббат тілейтін көрінеді. Бунақ денелі жәндік тұқымына жататын көбелектердің 157 мың түрі бар екен. Басқа да жәндіктер секілді көбелектер де көктемде тұқым көбейтеді. Жәндіктер өте ерекше құбылыс, неге екенін қазір айтатын боламын. Жәндіктер тастан немесе көмірден пайда болуы мүмкін. Әлде жер ғаламшарында адамдар өмір сүрмей тұрып, метеориттер құлап пайда болуы мүмкін. Яғни өзге ғаламшардан келуі мүмкін. Жәндіктерді Алла сүйектерін сыртына, ал жұмсақ жерін, яғни терілерін ішіне орналастырған. Неге? Бәлкім өмірлері қауіпті болғаннан шығар. Құстарда қолдың орнына қанаттар және аяқтары ғана бар, ал жәндіктерде болса қалай? Оларда бөлек өзінің қанаттары, аяқтары және қолдары орналасқан. Шыбындарда 6-7 көз, олардың әрқайсының өзі қызметі бар, ал бізде 2 көз барлық қызметті атқарады. Дәл қазір осы видеода шыбынның неше көзі бар екенін комментарийға жазып өтіңіз, бәлкім сіздің жауабыңыз дұрыс болып қалар. Шыбындар дәл қазір әлемді осылай бұлдырлап көріп жатыр. Міне достар,
Бүгінгі видеода біз сіздерге таңғажайып жәндіктерді көрсеттік. Егер де сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, видеоға лайк басып, және де басқа видеоларымды көріп, осы видеоға комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.